Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Біздің ұсынысымызды Назарбаев мақұлдаған. Астанада даулы сот отырысы әлі де жалғасуда. Экс-вице-министр Ерлан Қожағапановқа қатысты сот процесінде оған тың мәліметтердің жеткізілгені, 1 миллиард теңгеден астам қаржы жымқырды деген айыптың тағылуы тегін емес. Кезекті сот отырысында істің екінші фигуранты, компания директоры Ләззат Көккөзова куәлік берді. Оның айтуынша, жобаны Мәдениет және спорт министрлігінен, президент әкімшілігінен және экс-президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі мақұлдаған. Маған 1 миллиард теңгеден астам зиян келтірді деп айып тағылып отыр. Бірақ мен министрлік қызметкері емеспін, мемлекеттік қызметші де емеспін. Мен жеке коммерциялық компанияның директорымын. Келісімшарт жасап, орындалған жұмыстар актісіне қол қойды. Маған сеніп тапсырылған мүлікті жымқырды деп айыптау қисынсыз, дейді Көккөзова сот отырысында. Тергеу нұсқасы бойынша 2018 жылы өткен Қазақстан мен Ресейдің 15-ші өңіраралық ынтымақтастық форумын ұйымдастыру шығындары айтарлықтай артық көрсетілген. Мемлекетке келген шығын көлемі 1 миллиард теңгеден асады.